Сәлем достар, сіздермен бірге мен лайфхакер Айдос. Мен күн сайын сіздерге өмірді жеңілдететін лайфхактарды үйретемін. Ендеше не істеп отырмыз? Видеомызға кеттік. Не нәрсе айтпады деп ойлайсыздар? Білесіздер ғой, арнамызға тіркеліңіздер және колокольчик басыңыздар және лайк басып коммент жазыңыздар. Енді видеомызға кеттік. Бүгінгі біздің видеомызда iPhone-ға арналған қызықты да және пайдалы лайфхактар. Бірінші лайфхагымыз ол, мысалы фотода лайф фото деген бар, сол жерге кіріп, мысалға біз сурет жасаймыз. Мысалы лайф фотодан біз сурет жасадық, содан кейін осы суретті біз басып тұрсақ осындай болып жүреді, Енді оны үстіне қарай көтеріп қалып, мына жерден өзіңізге керекті мысалы эффекттарды алып таңдасаңыздар болады. Бұл біздің бірінші лайфхак. Екінші лайфхак, көп приложениелерді бір жерге жинап, оны өзіңіз қалаған папкаға лақтыру. Ол үшін біз кез келген бір приложение үстінен басып тұрып, осылай ақырын тартып қалып, енді бір папкаға салу үшін біз кез келген приложение үстінен басамыз. Міне қарап тұрғандарыңыздай осылай жиналып жатыр. Енді осыны біз өзіміз қалаған папкаға лақтыра саламыз. Міне осылай. Бұл бізде екінші лайфхак. Үшінші лайфхак ол калькулятордағы сандарды өшіру. Ол үшін сіздер мысалы санды жазып отқан кезде бәрін өшіру керек емес, бір-бірлеп өшіру керек болса, онда сіздер бүйтіп істесеңіздер бір-бірлеп өшіреді. Және былай да істей берсеңіздер болады. Бұл бізде үшінші лайфхак. Төртінші лайфхак, мысалы сіз бір кісіге сообщение жазу керек болса, сіз оны сообщениеге кіріп, кому деп жазып, өйтіп жату ұзақ уақыт алады. Оның тез әрі оңай жолы ол былай. Ол үшін сіздер мысалы өздеріңізге керек адамды үстінен басып тұрасыздар. Үстінен басқан кезде міне көріп тұрғандарыңыздай сообщение жазуларыңызға болады, және де звондауларыңызға болады, және де видео WhatsApp-та звондауыңызға болады. Осылай тез әрі оңай жолы бар. Хей достар, бұл видео сіздерге ұнады ғой, Ұнаса әрқашанда білесіздер не істеу керек екенін? Лайк басыңыздар, коммент жазыңыздар, және де менің каналыма тіркеле кетіңіздер. Инстаграмға да тіркеле кетіңіздер. Ол жерде көптеген суреттер бар, және де мағыналы посттар бар, сондықтан ол жерге де кіре кетіңіз. Және де сіздермен болған мен әрқашанда лайфхакер Айдос. Өмір деген жақсы ғой, сүре білсең. Қош, сау болыңыздар.